Өте жоң, мен сүзет қой бұл. Метр плюса? Жоқ, 98. 98, е? Жашы қаншалы? Тоқтаң, мен өзіме дейін. Қысқаш тұрмын. Өтет. Туғандар, мұны 3 қочқор сатыққа, бір чоң, 2 қоз қочқор сатыққа. Чоң қочқор 98, жасы қанша деді? 1,5 жаш. Чоң 2 тиш. Чоң 2 тиш бе? 1,5 жаш екен. Бойы 98. И мұны 2 қочқор, қоз қочқорлардың чоңырағы Шарпейдің небересі екен. Құйрықтар разрезі бар. Просто жүн өсіп тұрады екен азыр. Мұны болса, Даюшидің түзден түз баласы екен, кішіне қоз қочқор. Енесі Титаниктің қызы екен. Мұны кішіне кеш. Жауып тұрыңыз, бір құлақ баштырыңыз. Көрсетіп қойайын. Чоң қочқоры шығарып тұр, жауып қойсын, соның болды. Енесі Титаниктің қызы, атасы Даюши екен. Туғандар. Мына ұшыл Шарпейдің небересі чоңы туғандар. Өзіңіздер бір рет көрдіңіздер. Шейік қоз қочқор сатыққа, дәрей Қарабалта шағыр тарапта чалып сөйлеше бересіздер. Кішінекей қоз қочқорлар сатыққа туғандар. Мына 2 тиш қочқор, 1,5 жашта екен. Бойы 98, сөг өте чоң. Келішкен мына ұшы қочқор туғандар. Мына ұшы қочқор сатыққа, үшеуі сатыққа. Азыр мен бағаларын тақтаймын, линияларын айттым. Мұны Даюшидің баласы 50 дедіңіз бөле? Даюшидің баласы 50 000 сом екен. Шарпей 60, Шарпейдің өресі 60 000 сом. Мұны чоң қочқордағы бағалайбыз. Бері қарап бірсің. Қанша? 120 000 сом екен. Айдап жүреміз. Қош. 120 000 сом дейді. Үшеуі сатыққа қойылды. Жақтырған болсаңыздар, чалыңыздар. 3 қоз қочқор. Бұлар Қарабалта шағыр тараптағы Арал деген айылда тұрады туғандар. Мына ұшыл үшеуісі. Байланыш өрестер чалып туғандар.